40-45 градустық күнгейдің ыстықтығы шаруаларға әсер етер емес. Себебі табиғат берген мол өнімді игеріп, уақытылы жинап алу маңызды. Сондықтан да күн-түн демей алқапта жүрген Нұрлан Құралов 12 мың гектарға сепкен бидайынан 25-30 центнерден өнім алуда. Енді біздің мақсатымыз осы үлкен мол өнімді дер кезінде төкпей шашпай, мына өрттен аман сақтап, тез қамбаға құйып алу. Минералды тыңайтқыштардың бәрін дер кезінде бердік. Және де мұны соңғы кезде арзандатылған гербицид дейді ғой, мұны арамшөптерге қарсы барлық іс-шаралардың бәрін орындағандықтан бидайдың сапасы өте жоғары. Бүгінде өңіріміздің құнарлы дақылына үш бірдей мемлекет қызығушылық танытып отырған көрінеді. Қазірдің өзінде Иран, Ауғанстан, Өзбекстан мемлекеттерімен шаруалар келісімге келген. Жалпы облысымызда биыл егіс көлемі 4 мың гектарға артып, жалпы 780 мың гектар ауыл шаруашылығы дақылдары егілген. Былтырмен салыстырғанда 15 жылы әр гектардан 18-ден болатын болса, 14 жылы 13 центнерден болатын болса, биыл болжамның есеп бойынша біз 22-23 центнерден аламыз деп отырмыз. Яғни, мынау 195 мың гектардың барлық алынатын өнім 430 мың тонна деп көзделуде. Ол былтырмен салыстырғанда 100 мың тоннаға артық деген сөз. Бұл әрине бұл ауа райының қолайлығынан, екінші мынау агротехникалық барлық талаптардың сақталуынан, дер кезінде жаңағы барлық іс-шаралар орындалып, сапалы тұқым, жаңағы минерал тыңайтқыш, органикалық минералды гербицид қолданып, мына техниканың дер кезінде уақытылы жанармай алып, осы білікті агрономдардың осы жерде еңбек еткенінен деп білеміз енді. Осылайша егінге алғашқы орақты қазығұрттық шаруалар салды. Аталған ауданда 34 мың гектарға жуық жерге бидай егілсе, 3-2 мың гектарға арпа себілген. Айта кетейік, масақты дақылдардың алдын ала жасалынған болжамдық есеп бойынша 430 мың тоннадан аса өнім алынады деп күтілуде. Жалпы алғанда осы жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 4 мың гектарға артып, 780 мыңды құраған. Ардақберден, Александр Демин, Андрей Любецкий, ТВК.